أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. Духа сүресі. Духа Меккеде түскен сүре. Бұл сүреде пайғамбарымыздың, оған Алланың игілігімен сәлем болсын, ұлы тұлғасы айтылады. Сонымен қатар есепсіз нығметтерге шүкіршілік ету үшін Алла тағала оған екі дүниеде берген кеңшілігі мен жақсылығы баяндалады. Сүре серт етумен басталып, мүшіріктер ойлап жүргендей, Алла тағала өз пайғамбарын тастап кетпегенін және оған ашулы емес екені айтылады. Керісінше, Алла құзырында пайғамбар қадірі биік екендігі құлаққа етіледі. Сондай-ақ ақыретте пайғамбарға, оған Алланың игілігімен сәлемі болсын, берілетін үлкен сыйын сүйіншілейді. Алла тағала пайғамбарына дайындап қойған сан алуан тартулары, оның ішінде ең үлкені үмбетіне шапағат етуге берілген мүмкіндік. Сосын пайғамбар, оған Алланың игілігімен сәлем болсын, бала күнінде басынан өткерген жетімдік, кедейлік, жоқшылық және жоғалып кете жаздауы айтыла келе, Раббысы оған пана беріп, еш нәрсеге мұқтаж етпеуі баяндалады. Сүре соңында Алла құзырынан берілген үш нығмет қайтарымы ретінде үш өсиет айтылады. Олар жетімге жұмсақ болу, мұқтажға мейірімділікпен қарау және үмітсіздің көз жасын сүрту. Сүренің түсу себебі: Алла елшісі, оған Алланың игілігімен сәлемі болсын, мазасызданып 2-3 күн тұра алмай жатып қалды. Әбу Лахабтың әйелі Үммі Джамил келіп: «Ей Мұхаммед, сені шайтаның тастап кетті деп үміт етем. Ол саған 2-3 күннен бері жуымай қойды» дейді. Сонда осы сүре түскен. Духа сүресінің алғашқы аяттарында: «Сәске уақытына серт, тым тырыс түнге серт, Раббың сені тастамады және жек көргенде жоқ делінеді». Яғни, уа Мұхаммед, Раббың сені таңдаған күннен бері тастамады, жақсы көрген күннен бері саған ашуланбады. Бұл мүшіріктердің оны Раббысы тастап кетті деген сөздеріне жауап болатын. 4-ші аятында: «Әрине, сен үшін соңғысы, ақырет, алғашқысынан, осы дүниеден жақсырақ делінеді». Яғни, уа Мұхаммед, саған мына дүние өмірінен ақырет жақсы. Себебі ақырет мәңгі, ал дүние өткінші. Сондықтан пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам: «Уа Раббым, уа Раббым, ақырет өмірінен басқа өмір жоқ» деп дұға жасайтын.
5-ші аятында былай делінеді: әлбетте Раббың саған береді де сен разы боласың. Яғни ақыретте саған разы болатындай сауап, керемет және шапағат беріледі. Ибн Аббас радиаллаху анху бұл пайғамбар разы болу үшін берілген үмбетіне шапағаты дейді. Риуаятта пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам үмбетін есіне алған кезде «Уа Алла, үмбетім, үмбетім» деп көзіне жас келеді. Сонда Алла тағала Жабірейілге «Мұхаммедке бар да оның неге жылағанын сұра» дейді. Расында Алла тағала барлығынан хабардар. Жебірейіл сұрағанда пайғамбар себебін айтады. Алла тағала Жебірейілге «Мұхаммедке барып айт, біз саған үмбетіңе қатысты жамандық етпейміз, риза етеміз» дейді. Хадисте әр пайғамбардың қабыл болған дұғасы бар. Барлық пайғамбар бұл дұғасын сұрап қойған: «Мен дұғамды үмбетіме қиямет күні шапағат ету үшін сақтап қойдым» делінген. Хазин тәпсірінде ең дұрысы аяттың сыртқы мағынасы. Бұл дүние мен ақырет жақсылығын бойына алғаны. Алла тағала пайғамбарына, оған Алланың игілігімен сәлем болсын, дүниеде қолдауы және дұшпандарының үстінен үстемдік, ілесушілері және жеңісінің көптігін, дінінің биіктігі және үмбетін басқалардан жақсырақ етуі, ал ақыретте жалпы шапағат және мақтаулы мәртебе сыйлаған деп айтылған. Духа сүресінің 6-шы аятында былай дейді: «Сені жетім күйде тауып пана бермеді ме?» Яғни жақсылықты уәде еткен соң Раббысына шүкіршілік ету үшін бала күнде берген нығметтерін есіне салуда. «Уа Мұхаммед, сен жетім едің. Алла тағала немере ағаң Әбу Тәліптің бауырына салды». Ибн Касир пайғамбар, оған Алланың игілігімен сәлем болсын, ана құрсағында жатқанда әкесі көз жұмды, ал 6 жасқа келгенде анасынан айырылды. Сосын атасы Абдүл-Мүтәліптің қамқорлығында болды. 8 жасқа келгенде атасы да қайтыс болды. Соңында немере ағасы Әбу Тәліптің қарауына өтті. Пайғамбар 40 жасқа толып, уахи келіп, елге дін тарата бастағанда да немере ағасы жанында болды. Әбу Тәліп өзі пұтқа табынса да інісін мүшіріктерден қорғаумен жүрді. Мұның барлығы Алла тағаланың пайғамбарды қорғап тұрғанын білдіреді. 7-ші аятында «Сені адасқан күйде тауып, тура жолға салмады ма?» делінеді. Сен шариғат пен діннен бейхабар жол таппай жүрдің. Біз сені тура жолға салдық. Әбу Хайян: «Хидаят сөзіне кереғар адасушылық болуы мүмкін емес. Себебі пайғамбарлардың барлығы мұндайдан қорғалған» дейді. 8-ші аятта «Сені кедей күйде тауып байытпады ма?» делінеді. Яғни сен кедей әрі мұқтаж едің. Жұртқа мұқтаж болмауың үшін Алла тағала саған сауда-саттық жолын оңайлатты. Осы 3 нығметті айтып болған соң 3 нәрсені өсиет етуде. 9-шы аят: «Ендеше жетімді қорсанама». Яғни жетімді қорлап, оның дүниесін иеленіп алма. Мужахид: жетімді қорлама. Суфиян: жетімнің дүниесін талан-тараж етіп оған зәбір жасама деп тәпсірлейді. Аяттың жалпы мағынасы жетімге мейірімді әкедей бол, өзің де жетім болдың дегені. 10-шы аятта сұраушыға зекіме дейді. Яғни кедейліктен және мұқтаждықтан сұраған кісіге зекіме, ауыр сөздер айтпа, керісінше көмек бер, әйтпесе көркем етіп жауап қайтар. Қатада міскінге жұмсақ және мейіріммен жауап беру деп тәпсірлеген. Духа сүресінің соңғы аятында «Және де Раббыңның нығметімен
игілігін айт делінеді. Яғни Алла тағаланың саған берген нығметтер туралы адамдарға айт. Өйткені нығметтер жайлы айту шүкіршілік түрі. Алуси, сен жетім, адасуда және мұқтаж едің. Алла тағала пана, тура жол мен байлық берді. Алла тағаланың саған берген 3 нығметін ұмытпа. Жетімге жұмсақ, мұқтажға мейірімді бол. Себебі сен де жетімдік пен мұқтаждық тауқыметін тарттың. Алла тағала сені тура жолға салғанындай пенделерді де хидаятқа басты.